Сәлем достар, бүгін узбекская баклава жасаймыз. Қамырымызға май салып, осылай араластырып, песочный тесто қылып араластырып аламыз. Сосын қаймақ, жұмыртқаның сарысын, разрыхлитель салып, барлығын араластырып, қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болған соң 3 бөлікке бөлеміз. 200 граммнан 1 бөлігін 385 грамм қылып холодильникке саламыз 30 минутқа. Жаңғақтарымызды осылай майдалап, қантпен араластырып қоямыз. Қамырымызды осылай жайып аламыз. Ұн сеуіп, бірінші бөлігін жаямыз. Пергамент төсеп, осылай бірінші аударып, бетіндегі пергаментін алып тастаймыз. Бетіне жұмыртқаның ағын салып, жағып шығамыз. Сосын қантпен жаңғақты саламыз. Екінші бөлігінде дәл солай жайып шығамыз. Бірінші бөліктің үстіне жаямыз, пергаментін алып тастаймыз. Жұмыртқаның ағын жағып, құмшекер мен жаңғақты жағып шығамыз. Үшінші бөлігінде осы дәл солай жасаймыз. Төртінші бөлігін осылай жұмыртқаның ағын жағып, осылай шеттерін біріктіріп, біріншісі мен соңғысын екеуін біріктіреміз. Жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Сосын бөліктерге бөлеміз осылай, форма шығарып. Жаңғақтарды басып, салып шығамыз. Себебі көтеріліп кетуі мүмкін. 170-180 градусқа 30 минуттай пісіріп аламыз. Каналыма тіркеліп, қоңырауша басып кетіңіздер.